Қайырлы күн оқырман. Жобада күтпеген жағдай орын алды. Көпшілік сүйіп көретін Қосылайық бағдарламасында шулы оқиға болды. Бағдарламаның жүргізушісі балауса күтпеген жерден жобадан шеттетілді. Орнына Альмира ханым келетін болар енді. Бауыржанмен бірге эфирді өткізген еді ғой былтырғы жылдары. Балауса кетті деген жаңалық көрермендерді таңғалдырды. Тіпті кейбірі наразылықтарын білдіріп үлгерді. Көпшіліктің көкейінде сұрақ: неге? Бұл шешімнің артында не тұр? Басшылықтың талабы ма, әлде жүргізушінің жеке таңдауы ма? Кейбір дереккөздер мұны ішкі кикілжіңдермен байланыстырып отыр. Ал басқалары бұл бағдарламаның жаңа бағытына сәйкес қабылданған шешім болуы мүмкін деп болжайды. Әлеуметтік желілерде тараған пікірлерге қарағанда, көрермендер бұл жаңалықты екі ұшты қабылдады. Бірі әділетсіздік деп санаса, енді бірі өзгерістердің қажет екенін айтады. Дегенмен нақты ақпарат алу үшін ресми мәлімдемені күткен жөн. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз? Жаңа жүргізуші келсе, бағдарламаға қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Пікірлеріңізді қалдырыңыз. Ал осындай пікірлер қызу талқыға түсіп жатыр. Мүлде күтпеген жағдай. Жүргізушіні не үшін жобадан шеттеткенін нақты түсіндірсе ғой. Көрермендерді де ойлау керек қой. Дұрыс шешім деп ойлаймын. Бағдарламаға жаңа леп керек. Бірақ жаңа жүргізуші бұрынғысынан кем түспес екен. Басшылық дұрыс істемеген сияқты. Жүргізуші көрермендермен жақсы байланыс орнатқан еді. Оны осылай кетіру әділетсіздік. Бағдарламаның сапасы соңғы кезде түсіп кетті. Мүмкін өзгерістер керек шығар. Бірақ бұл өзгеріс оң әсер ете ме, жоқ па, уақыт көрсетеді. Мен бұл жүргізушіні қатты ұнататын едім. Оның харизмасы мүлде бөлек еді. Орны ойсырап қалатыны анық. Ал сіз қалай ойлайсыз?